Сәлем достар, қонақ келгенде біркелкі тағамдарды дайындап шаршасаңыз, онда осы жылдың хит болған пытырлақ баклажандармен жасалған салатын сіздерге ұсынамын. Видеоны көрместен лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен баклажанымызды төрт бұрышты етіп, орташа бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң талғамымызға қарай тұз қосып, үстіне бір ас қасық кукуруз крахмалын қосып, жақсылап баклажанымызды араластырып аламыз. Енді қызып тұрған майда баклажанды қызарғанша қуырамыз. Қуырған баклажанымызды майлыққа салып, артық майынан арыламыз. Енді кинза жапырақтарын орташа бөліктерге бөліп аламыз. Егер кинзаны ұнатпасаңыз, петрушка жапырақтарын қолдансаңыз болады. Қызанақты да дәл солай төрт бұрышты етіп, орташа бөліктерге бөліп аламыз. Енді салатымызды әрлеуге кірісеміз. Алдымен баклажан, одан соң кинза, үстіне қызанағымызды салып, тағы да бір қайталаймыз. Салаттың бетіне творожный сыр салып, үстіне бальзамикалық соусты сеуіп шығамыз. Міне осындай дәмді әрі тез жасалатын салат әр үйдің дастарханының сәні болатынына сенемін. Бар жоғы 15 минутта дайындалатын салат әр ананың көңілінен шығады. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.